Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі 5 сынып бөлім көлік және жол белгілері. Тақырыбы бағдаршам. Оқу мақсаты мәтін мазмұнын түсіну, нақты ақпаратты анықтау, сын есімдердің тұлғалық түрлерін тілдесім барысында қолдана білу. Әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу. Бағалау критерийі. Мәтін мазмұнын түсіну, нақты ақпаратты анықтау, сын есімдерді, тұлғалық түрлерін тілдесім барысында қолдана білу. Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу. Ал балалар, бүгін біз бағдаршам тақырыбына тоқталып отырмыз. Ендеше сендерге мен қысқа бағдаршамның шығу тарихы туралы бейнебаян дайындадым. Соны бірге тамашалайық. Бағдаршам жарық пен гелді беру арқылы көшедегі автокөлік жолы мен темір жолдағы көлік қозғалысын реттеуге арналған құрылғы. Ол белгі беру тәсілдеріне қарай түрлі түсті бағдаршам, позициялық бағдаршам және құрама бағдаршам болып ажыратылады. Алғашқы бағдаршам типтес құрылғы 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы Британ парламенті жанында орнатылды. Оны ойлап тапқан өнертапқыш Найт атты азамат еді. Үш түсті электрлік бағдаршам 1918 жылы Нью-Йоркте, 1930 жылы Мәскеуде орнатылған. Темір жолдарда бағдаршам қызметі 20 ғасырдың басынан бастап қолданысқа енді. Бағдаршам белгі санына қарай 1-5 секциялы болады. Оның автоматты түрде немесе қолмен қосылатын түрлері бар. Алайда дүние жүзі бойынша көлік қозғалысын реттейтін алғашқы бағдаршам ақш-тың Огайо штатында 5 тамызда орнатылған еді. Қазіргі таңда елімізде дыбысты бағдаршамдар да жұмыс істеп тұр. Олар зағип жандар үшін өте қолайлы, өйткені арнайы дыбыс жаяу жүргінші жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бағдаршамдардың әсіресе жаяу жүргіншілер мен балалар және қарт кісілер үшін пайдасы өте зор. Олар қолайлы әрі қауіпсіз. Бағдаршамның тарихы жайында қысқаша мәлімет осындай. Жолда жүргенде абай болыңыз. Балалар, сендер бағдаршамның шығу тарихынан қысқаша мәлімет алды деп ойлаймын. Ендеше мына мәтінді барлығымыз бірге мұқият оқып, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Таң атқаннан кеш батқанға дейін әрі-бері жүретін сіз жол бойында үнсіз тіл қатып тұратын бағдаршамға күніне неше рет жолығасыз? 3 түстен тұратын бағдаршам тоқта, дайындал, жүр деп жаны өшіп қанша адамның өмірін сақтап тұр екен. Ол түсін алма кезек ауыстырғанда көз алдыңызға не елестейді? Бағдаршам сіз үшін қай кезде жүріп, қай кезде тоқтау керектігін түсіндіретін құрал ғана ма? Балалар, бағдаршамның тілі мен адамның сөйлеу тілінің арасында ұқсастық бар ма? Иә, бағдаршам белгілі сол жол ережесіне сүйеніп түспен көрсетеді, ал адамдар тілі арқылы сөйлеседі. Дұрыс ойлайсыңдар балалар. Тағы қандай түстердің бағдаршам түстері секілді мәні бар? Мысал ретінде сендерге мен айтып өтейін. Ақ қайырымдылық пен пәктіктің түсі. Көк түс жан тыныштығын, молшылықты, татулықты білдіреді. Сары түс жеңілдік пен қуанышты, сабырсыздықты, нұр сәулені білдіреді. Қызыл түс түстердің ішіндегі ең жылы түс. Екінші жағынан қызыл түс күш пен қызбалықтың белгісі екен. Жасыл түс еркіндікке деген жігерлікті, табандылықты білдіреді. Осы бағдаршамдағы берілген түстерге қандай сұрақтар қойылады? Иә балалар, қандай деген сұрақ қойылады. Олай болса, бұл сөздер қай сөз табына жатады екен? Бүгін біз осымен танысамыз. Грамматикалық тақырып сын есім. Заттың, құбылыстың сын сипатын, көлемін, түр түсін, сапасын білдіретін сөз табы сын есім деп аталады. Мысалы, әдемі, жасыл, қысқа. Сын есімдер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді? Сын есімдер тұлғасына қарай негізгі сын есім және туынды сын есім болып екі түрге бөлінеді. Әрі қарай бөлшектеуге келмейтін сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, сұлу, ақ, қызыл. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Мысалы, арыстандай, сулы, тершең. Балалар,
Арыстан. Не арыстан? Арыстандай қандай? Арыстандай айбатты дейміз, мысалы. Осы жерде зат есімнен дай жұрнағы жалғану арқылы сын есім туындады. Ал балалар, екінші тапсырмаға көшейік. Мәтіндегі сын есімдерді тауып тұлғасына қарай талдаңдар. Мәтіндегі нақты ақпараттарды анықтап, хронологиялық кесте жасаңдар. Дескриптор мәтіннен сын есімдерді табады, тұлғасына қарай талдайды. Мәтіндегі нақты ақпараттарды анықтап, хронологиялық кесте жасайды. Ал ең алғашқы бағдаршам деген осы жерде мәтін берілген, соны оқып, өздерің сын есімдерді табамыз. Ал тауып болған болсаңдар, менің жауаптарыммен салыстырып көріңдер. Хронологиялық кестені де салыстырамыз. 19 ғасыр ең алғашқы бағдаршамды британдық Джейн Найт есімді азамат ойлап тапты. 1868 жыл. Бұл құрылғы, яғни бағдаршам, Лондон парламенті орналасқан көшеге қойылды. 1869 жылы бағдаршамның шамы жарылып, жақын тұрған полиция сақшысына зақым келтірді. 1914 жыл. Американың Кливленд қаласында заманауи бағдаршамның алғашқы нұсқасы шықты. 1920 жыл. 3 түсті бағдаршам Нью-Йорк қаласында пайда болды. Ал балалар, сендермен сергіту сәтін ойнап жіберейікші. Кім шапшаң ойыны? Берілген сөздерге қарсы мағыналы сын есім тауып айт. Әрбір сын есімге оған қатысы бар зат есіммен байланыстырып айт. Мысалы, қымбат, арзан. Қымбат көлік, арзан көйлек. Балалар, сендерде кім шапшаң екен, қане? Ал енді тауып көрейік. Бұл балалар, бұл сөздердің барлығы қандай сөздер екен? Қандай деген сұраққа жауап беріп, заттың сынын, сапасын білдіріп тұр, иә? Көлемін білдіріп тұр, сын есімдер екен. Ал ендеше балалар, келесі 3-ші тапсырмамыз бағдаршам және балалар атты жол сақшыларымен кездесу шарасы өтетін туралы хабарландыру жазыңдар. Хабарландыру критерийлері: іс-шараның басталатын уақытын, іс-шараның тақырыбын, іс-шараға қатысушыларды, іс-шараның болатын орнын көрсету. Дескриптор жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделу мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазады. Ал балалар, іске сәт. Ендеше барлық тапсырманы орындап болған болсақ, үйге тапсырма. 81-ші беттегі 5-ші тапсырма: алып шаһардағы бағдаршам тақырыбында ертегі жазыңдар балалар. Жазған ертегілердің құрамында, сөйлемнің құрамында міндетті түрде сын есімдер болатын болсын. Бүгінгі сабақ қызықты өтті деп ойлаймын. Қош, сау болыңдар.